Қатын көпір атауының шығу тарихы. Шымкент. Сайрам өңірлерінің топонимикасы туралы көп мәліметтер жинаған сайрамдық өлкетанушы профессор марқұм Мырахмет Мырқалдарұлы Қатын көпір жөнінде мынандай мәлімет қалдырыпты. Қатын көпір қаланың батыс жағында орналасқан үлкен ауыл. 30-шы жылдар бұл жерде Тельман атындағы колхоз ұйымдастырылған. Сол жерде Тәтті апа деген қамқор ана өмір сүрген екен. Ол өте білгір ана аталып, әйелдерге көп жақсылық жәрдемімен көзге түсіпті. Ауылдан ағып өтетін Қошқарата өзенінің суы тасып, қиындық туғызатын күндердің бірінде Тәтті апа ай күні жақындаған әйелге жәрдемге асығады. Жолда ананың арбасы суға тығылып тұрып қалады. Осыдан кейін қамқор ана адамдардан үлкен бөренелер сатып алып, өзенге жап-жақсы көпір салады. Сол кезден бастап ауыл Қатын көпір аталып кетеді. Кеңес дәуірі кезінде билік ауыл атын өзгертуге әрекет жасаған, бірақ өзгерте алмады. Қамқор ананың Тәтті аталуына себеп үнемі қалталарын толтырып кәмпит салып жүріпті. Жолыққан балаларға таратады екен. Осылайша ананың Тәтті есімі де ұмытылмай келеді. Осы аңыздың тағы бір нұсқасы ғалым Байғұтова Ақлима Мархабат қызының диссертациялық жұмысында сәл басқаша баяндалыпты. Облыс орталығы Шымкент қаласында Қатын көпір елді мекені бар. Оның аталуы туралы ел аузында мынандай әңгіме айтылады. Көнегөз қариялардың айтуынша, 1928 жылы құрылған Тельман колхозында бала шағасы жоқ, жалғыз басты Тәтті деген әйел тұрыпты. Ол кездері осындағы Қошқарата өзенінің арнасынан тасып жататын кез екен. Суының молдығы сонша, ауыл тұсындағы жалғыз аяғы өткел көпірді ағызып кете береді екен. Жұртты әбігерге салып, қатты қинайтын осы жайтқа ашуланған Тәтті бір күні білегін сыбанып шығатты, үлкен ағаштарды кесіп, атарбы өте алатындай көпір салып, үстіне шым төсейді. Тәттінің ісіне риза болған жұрт кейін бұл көпірді Қатын көпір деп атап кетіпті. Бір қызығы, Қатын көпір Шымкент қаласының құрамында болғанына жарты ғасырдан асса да, қала ішіндегі ауыл болып, ауылдық кеңес, ауыл округінің әкімдігі статусымен басқарылыпты. Тек 2006 жылы 21 желтоқсандағы Оңтүстік Қазақстан облыс әкімдігінің шешіммен Қатын көпір шағын ауданы деп атала бастапты. Авторы Кәрім Аппазов. Мәлімет әлеуметтік желіден алынды. Қосарыңыз болса, пікірге жаза кетіңіздер. Рахмет.